Сонда не болып жатқан сіздерге айтып өтейін. Мынау екеуі бір кісінікі. Мынау үстіңгі верхний протез, мынау астыңғы нижний протез. Мынау бөлек верхний, яғни жоғарғы протез. Осыларды дайындап жатырмын. Осылай дайындаймыз. Бұл протездер. Осылай мына оттықпен ерітіп, мына ыстық болады, мына отқа күйдірсең, ысиып сол кезде ана тегізсең, мынау ериді. Ана воск деп аталады, мына воск. Бүйтіп, мына қырларын бүйтіп тегістейміз. Осылай тегістеп шығамыз. Қыр болып батпайды сонда. Бүйтіп істейміз, көрдіңіздер ме? Жақсы, сау болыңыздар.